Қайырлы күн достар. Біздің елімізде 2024 жылдан бастап 18-ге толмаған балаларға мемлекет тарапынан төлемдер төленеді. Ол төлемді алу үшін біз баламызды егов сайтына тіркеу керек болатынбыз. Бірақ соңғы кезде егов сайтында да, телефонда егов мобайл қосымшасында да отбасы бөлімі, яғни семья бөлімі жоғалып кетіп жатыр. Сол себепті егов мобайл қосымшасынан баланы басқаша қалайша тіркеуге болатындығын көрсетемін. Пайдалы ақпараттардан құлақ қағыс болғыңыз келсе, міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыз. Алдымен телефонымыздағы егов мобайл қосымшасына кіреміз. Бұрын бізде профильде және де сведения деген жерде отбасы, семья деген бөлім болған. Қазір ол бөлім жоқ. Сол себепті астыдағы главная деген үйдің суреті тұрған жерді басамыз. Осы жерден ең үстінде цифровые документы деген бар. егов QR цифровые документы деп тұр. Осы жерден цифровые документы дегенді басамыз. Үстіде байқасаңыздар семья деген бар. Менің балаларым тіркеліп тұрғандықтан бірден шығып жатыр осы жерден. Егер де сіздің балаңыз тіркелмеген болса, добавить ребенка деп басасыз. Осы жерде какого ребенка вам необходимо добавить деген бар. Яғни өз балаңыз ба немесе асыранды балаңыз ба соны қоясыз. Родной деген жерге мысалға птичка қойдым. Және де баланың туған күні немесе жеке сәйкестендіру номері бойынша қайсысын таңдайсыз, өзіңіз білесіз. Қосатын балаңыздың иінін жазасыз. Егер иінін дұрыс жазған болсаңыз, балаңыздың аты шығады. Осы жерден поиск деп басасыз. Және осы жерде керекті бөлімдерді толтырасыз. Мысалға область, город. Баланың туу туралы куәлігіндегі туған жері және отделение ЗАГСа қай жер, соны таңдайсыз. Мысалға Астана қаласы бойынша Есіл ауданында туған баланы тіркеуді осылай көрсетеміз. Мына жерде ұлтын толтыруға болады. Ары қарай мына жерде баланың туған жері, қаласы, ауданы шығып тұр. Енді мать-одиночка или нет, соны таңдаймыз. Егер баланың әкесі болса, нет дегенді басып, әкесінің деректерін тексеріп шығамыз. Әкесінің деректері, анасының деректері барлығы шығып тұр. Енді осы жерден загрузить новый файл деп баланың туу туралы куәлігін көшіріп аламыз. Файлды таңдаймыз. Туу туралы куәлікті Каспи қосымшамыздан скрин жасап алуға болады, немесе баланың туу туралы куәлігін алдын ала фотоға түсіріп дайындап аласыздар. Выберите файл деп басамыз. Туу туралы куәлікті көшіріп алғаннан кейін актуализировать сведения дегенді басамыз. Қайтадан артқа бірінші бетке өтеміз, главная страница деп. Цифровые документы деп басамыз. Осы жерде семьяны таңдап, обновить документы дегенді басамыз. Сол кезде жаңағы сіздің тіркелген балаңыз осы жерден шығады. Ақпарат пайдалы болса мен қуаныштымын. Назарларыңызға көп рахмет.